Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Дамира, сіздермен осындай керемет Прага тортының рецептісімен бөлісемін. Прага торты басқа торттарға қарағанда ерекшелігі ол өте шоколадты болып шығады. Яғни оның корждары, кремі және бетіне жағатын шоколады барлығы шоколадный болады. Бұл торт өте тойымды және дәмді, кремі де ерекше болып шығады. Достар, видеоны айналдырмай, аяғына дейін қарап шығыңыздар, рецепт бойынша жасауға кеңес етемін. Прага тортын жасауға керек ингредиенттің барлығын описание жазып қоямын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып алып, қант саламыз. Қантты бірден салмаңыз, бірнеше бөлікке бөліп, 7 одан да көп уақытқа дейін миксерлейтін болсаңыз, тортымыз жақсы көтерілетін болады. Миксердің жылдамдығын төменнен бастап, қосу арқылы жылдамдығын көтеріп, осылай миксерлеп аламыз. Жұмыртқа мен қантымыз осылай әппақ болғанға дейін, көтерілгенге дейін жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді кезекте бізге керегі ұн, какао, қопсытқыш барлығын електен өткізіп аламыз. Ұнды бірден салмаймыз, бірнеше бөлікке бөліп миксерлеп аламыз. Міне, бізде осындай сұйықтау шоколадты масса шықты. Енді бізге дәл видеодағыдай пергамент қағаз салынған 18 см форма қажет болады. Соның ішіне дайын болған массаны құйып аламыз. Енді кезекте 180 градуста қызып тұрған духовкаға салып 35-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Себебі әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Сол үшін осындай таяқшалармен тексеріп көреміз. Егер таяқшаларыңыз дәл видеодағыдай құрғақ болса, яғни бисквитіміз дайын болды деген сөз. Бисквит піскеннен кейін оны суытып аламыз. Кейін суығаннан кейін осылай 3 немесе 4 бөлікке бөліп кесіп алсаңыздар болады. Мен 4 бөлікке бөлдім, яғни ең кішкентай бөлігін жаңағы бетіне әсемдеу үшін әдейі кесіп алдым. Кремін дайындау үшін бізге сгущенка керек болады. Жұмыртқаның сарысы бір дана, одан кейін су керек болады. Барлығын жақсылап біріктіріп құйып алып, араластырып аламыз. Дайын болған массаны орташа отта қайнап жатқан су моншасына қойып, екі ас қасық қант салып, үздіксіз араластырып отырамыз. Шамамен 10 минут көлемінде үздіксіз араластырып отырамыз, сәл қоюлануы қажет. Одан кейін массаны міндетті түрде бөлме температурасына дейін салқындатып алуымыз қажет. Егер де сіз бірден жаңағы майға салатын болсаңыз, ол іріп кетеді. Бізге керегі бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май, оны 3 минут көлемінде миксерлеп аламыз. Одан кейін жаңағы сгущенка мен жұмыртқа қосылған массаны бір ас қасықтан салып, араластырып аламыз. Бірден бәрін құймаңыздар. Бірнеше бөлікке бөліп, осылай бір ас қасықтан салып отыру арқылы барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте какаоны салып,
Дәл солай жақсылап біріккенше барлығын араластырып аламыз. Міне достар, креміміз дайын болды. Енді осы дайын болған кремді холодильникке, яғни тоңазытқышта бірнеше сағатқа қалдырсаңыздар, өзінің формасын жақсы ұстайтын болады, немесе бірден жаға берсеңіздер де болады. Міндетті түрде корждарды суығаннан кейін кесу керек. Енді дәл видеодағыдай тортты жинап бастаймыз. Креміміз тоңазытқышта 1-2 сағат тұрды. Формасын өте жақсы ұстап тұр. Бұл торттың кремі өте маған қатты ұнап қалды. Дәмі де ерекше шоколадты болып шығады екен. Тортымызға толықтай кремді барлығын жағып алдық. Жан жағына кейін 1-2 сағатқа, яғни 2 сағат көлемінде тоңазытқышта қойып қоямыз. Бағана жоғарғыда айтып кеткендей, осылай аздап қана корж алып қалғанмын. Жаңа тортты әсемдеу үшін. Блендердің ішіне салып, ұнтақтап алдым. Шоколадның глазурь жасаймыз торттың бетіне құю үшін. Ең алдымен ыдысымызға какао, қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін орташа отқа қойып, үстіне сүт құйып, жақсылап біріккенге дейін араластырып аламыз. Ыдысымызды оттан түсіріп аламыз. Барлығын ертіп алғаннан кейін осылай үстіне сары май салып, жақсылап араластырып аламыз, сары май ерігенге дейін. Енді тортты тоңазытқыштан алып, орташа суыған глазурьді жаңағы торттың бетіне жақсылап түгелдей құйып шығамыз. Бетіне осылай ұнтақты сеуіп алғаннан кейін тоңазытқышта жарты сағатқа қалдырамыз. Міне достар, тортымыз дайын болды. Өте керемет торт шығарды екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне мен шайымды дайындап, торттың дәмін көрдім. Өте күшті болып шығады. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.